Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен орам жапырақты қызанақтың шырынында жабатын боламыз. Дәмі керемет, ерекше әрі қыстың күні рахаттанып отырып жейтін банкілердің бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен біз соғын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай помидорлар қажет. Осы помидорларды жақсылап жуып тазалап, ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы етіп кесіп дайындап аламыз. Және де барлығын кесіп алғаннан кейін ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін осындай қызыл сетканың көмегімен дәнектерінен және де қызанақтың сыртында қабықтарынан ажыратып алатын боламыз. Осындай қызыл сетка барлық базарда сатылады. Әрі соқ жасағанға осындай сүзгенге өте ыңғайлы, тез жасалатын болады. Не осылай сыға отыра соғынан айырып аламыз, және де бізге осындай сыртындағы қабықтары мен дәнектері қажет емес, тастай беруге болады. Міне осылай соқты дайындап аламыз, және үлкен қазанға құйып, біз үлкен ошақта жасап жатырмыз. Газда үлкен кастрөлде қайнатуға да болады, қайнатуға дейін қалдырамыз. Біздің соғымыз қайнағанша банкының ішіне салатын заттарды дайындайтын боламыз. Ең басты затымыз ол бізде осы орам жапырақ. Орам жапырақтың белый качан деген түрі болса өте жақсы болады, және сыртындағы қабықтарын осылай аршып тастайсыздар да видеода көрсетілгендей бөліктерге бөлесіздер. Міне осынша бөліктерге бөліп дайындап аласыздар, және де банкіге салғанға осындай тәтті бұрыш, сарымсақ, ащы бұрыштарымызды да жақсылап жуып тазалап алдық. Міне осы уақытта біздің соғымыз қайнап шықты. Соқты баяу отта баппен 30-40 минут аралығында соқ кішкене қоюланғанша қайнатасыздар. Енді стерильденген 3 литрлік банкіге лавр жапырағын, сарымсағымызды, тәтті бұрыш, ашты бұрыштарымызды, осындай укропымызды және де орам жапырақтарымызды саламыз. Орам жапырақ бізде қазір ыстық су құямыз, және де соқ құйған кезде кәдімгідей ыстыққа басылатын болады. Сондықтан міндетті түрде кішкене нығыздап басыңқырап жібересіздер осылай қолмен. Үстінен осындай қызанақтыдар салып жібердік. Бар болса қияр салсаңыздар өте керемет болады. Қазіргіде базарда қияр жоқ болғандықтан осындай қызанақтарды салдық. Енді кезекте қайнап тұрған ыстық суларымызды құйып банкілерімізге 15-20 минут аралығында қойып қоямыз. Міне бізде соғымыз 40 минут қайнады, бізде осылай қоюланды, дайын. Енді банкілерімізді, 20 минут тұрған банкілеріміздегі суларды төгіп, үш литрлік банкіге осындай 6-7 дана осындай қара домалақ қара бұрыш, және де литрына 1 аспирин саласыздар, яғни бізде 3 литр болғандықтан 3 аспирин саламыз. Және де 3 ас қасық тұз салып шығасыздар. Және де қалауларыңыз бойынша осы жерде 1 ас қасық қатты толтырмай қант салуға болады. Бізде мама, яғни менің енем, ондай қант салғанды ұнатпайды, сондықтан қант салмай жасайды. Барлығын салып дайындап алғаннан кейін ыстықтай дайын болған соғымызды құямыз, толтырып құятын боламыз үстінен, және де банкінің крышкасын жауып, бірден банк жапқышпен жауып аламыз. Орам жапырақ қызанақтың шырында өте керемет болып шығады. Біз жылда міндетті түрде осы банкілерді жабамыз. Біз мама екеуміз жаптық, яғни мен енем екеуміз жаптық. Өте керемет болып шығады. Осылай дұрыс жабылғандығын тексеріп, төңкеріп банкілерімізді қоямыз да, мына жерде видеоға түспей қапты, қалың одеялмен жауып бір түнге қалдырасыздар. Бір түннен кейін алып салқын жерде үй температурасында да сақтауға болады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, әрі достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер де болады. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.